бактерия һәм вирусларга, хромосом бузулууларга һәм тектоник плиталардын харакетине жорыйтугун кубулушларды түшүндүргенде колланган. Солай этип, илим һәм логика ырымлардын орнун басты. Бул мен сизге айтсам, жүдө көп нерсе. Сиздин рухсатыңыз менен мен бул бейманы тартысты шетке ысырып, дархал жумакка өтүүнү каалар едим. Һәр бир экинчи курс студенти осундай жумакка келе алады. Кудай жок. Мен сиздердин һәр бириңизден тек бир нерсени талап этемин. Сиздерге таркатып берген кагаз бетлерине Кудай өлген деген эки апуай гана сөздү жазың. Және де кол коюуду да унутпаң. Егер біз улума түсінікке келсек, мен осындай болатығынына сенімім кәміл. Ондай жағдайда маған құрғақ һәм шаң басқан дәлелдер арқалы сіздерді ұзақ һәм зергерлі түрде қинаққа салуыма туры келмейді. Сіздерді курстың ұсы бөлегінен арқайын өтіп кетесіз. Әдетте онан студентлер бүткіл семестр дауамында ең аз бақа алады. Жазып болып, қағазды оң тәріптегі қоңсыңызға өткізің. Рахмет. Рахмет. О, Кудай сөзі кішкене қ харфі менен жазылған. Бұл үшін жақсы бақаны да аямайсың. Рахмет. Кешірерсіз, мистер Уитон. Джордж Уитон. Мистер Уитон, бір нәрсе болды ма? Ауа, мен бұны істей алмаймын. Мен сіз сұраған істі істей алмаймын. Мен масихимын. Көтерленбей қойың. Сіз кейін жатақханаға қайтып барып, егер керек болса, дізерлеп отырып кешірім сұрасаңыз болады. Сіздің жеке өміріңіз бұл сіздің жұмысыңыз. Бірақ менің классымда сіз мен айтқан істі қылуыңыз шарт. Мен ондай қыла алмаймын. Солай дең, мистер Уитон. Олай болса, сізге ақыбеті не болатығын түсіндіріп кетуіме рұқсат етің. Егер сіз бүткіл кластың игілігі үшін өзіңізді Құдай өлген деп мойындауға мәжбүр ете алмайтұғын болсаңыз, онда сізге Құдай өлген жоқ дегенді назерде тұтушы антитезисті жақлап шығуға туры келеді. Сіз бұны бүткіл класс алдында кафедрада тұрып істеуіңіз керек. Егер сіз сәтсіздікке ұшырасаңыз, осындай болады да. Онда сіз менің сабағымнан өте алмайсыз һәм өзіңіздің жұмақлаушы бақаңыздың 30%-ын жойтасыз. Мен бұны сізге уәде етемін. Сіз бұған қайлысыз ба? Болады, бірақ менің тартыста жеңгенімді я ұтылып қалғанымды кім бақалайды? Мен бақалаймын. Менің классым, менің қағидаларым. Бақалау бұл менің құқым. Қопалыққа санамаң, бірақ мен сізді әділ бола алады деп сенбеймін. Сіз нені ұсыныс қылған болар едіңіз? Ал басқалар не? Бұл қызық. Оларға не үшін мен осындай құқықты беруім керек? Сіз оларды әлі қашан өз тәріпіңізге алдырдыңыз. Мен олардың пікірін өзгертуім һәм өзлерінің нақақ екеніне оларды көндіруім керек, солай ма? Яқшы, мистер Уитон. Сізде өзіңіздің хақ екеніңізді дәлелдеу үшін келесі лекция